Ел азаматтарының 74%-ы өзінің жекелеген ұлттың өкілі емес, қазақстандықпын деп санайды. Астанада Қазақстан Халқы Ассамблеясының ғылыми сарапшылар кеңесі жүргізген әлеуметтік зерттеудің нәтижесі осындай. Қолданбалы этносаяси зерттеулер институтының мәліметінше 2 жыл бұрын бұл көрсеткіш 49% құраған. Сол кезден сұрау салған халықтың 22%-ы өзін белгілі бір этникалық санатқа жатқызған еді. Сарапшылардың пікірінше, қоғамдағы мұндай үдеріс азаматтық идентиканың нығайып келе жатқанын білдіреді. Мұндай процестер конституциялық реформа кезінде де ескеріледі. Ата заңның жаңа жобасында біртұтас Қазақстан халқы ұғымына баса мән беріледі. Әр азаматтың өз ұлтын айқындауға құқығы бар айтылады. Қазақстанда енді кеңесуші консультатив органдарға заң шығарушылық бастамасы беріліп отыр. Яғни міне халық кеңесі бүгінгі таңдағы өзара бұған дейін өзінің жемісін көрсеткен Қазақстан халқы ассамблеясы мен ұлттық құрылтайдың трансформациясының бірігуі негізінде халық кеңесі құрылып отыр, және де оның заңнама бастамашы құқығы бар. Міне көріп отырмыз, енді ұсынымдар тек қана жай ұсыным ретінде шектелмей, тікелей заң шығарушылық нормативті құқықтық жүйеге енгізіліп отыр. Оның өзі үлкен жетістік деп қабылдау керек.